Өтіп бара жатсыз, танитын, танымайтын адамға сәлем беріңіз деді пайғамбар алейхиссалам хадистерінде. Біреуді өтіп бара жатсыз, алдыңыздан кездескен кезде ассаламу алейкум деп сәлем беріңіз, таныс адам сияқты болып қаласыз. Екінші рет сәлем бергенде бұрындан танитын адам сияқты сезім болады сізде. Онда да сондай. Үшінші рет сәлем берсеңіз, одан бетер жақын болып, бұрыннан таныс адам сияқты, досың сияқты сондай сезім болады екен. Сол үшін Алла субхана тағала пайғамбары арқылы сізбен бізге сондай үлкен жақсылықты қалап тұр екен. Оны істегендер әлбетте жақсылыққа жетеді. Мол сауап жақсылыққа ие болады иншалла. Ал енді оны істемегендер әлбетте ол жақсылықтан құр қалады. Жақсылықтың сауабынан айырылады. Ол адам дананың терісі не болады? Ол адам надан болады, дұрыс па? Бұхар жырау атамыз айтқандай, сәлем сөздің анасы, алейк алған данасы. Сәлем бердіңіз, сәлем қайтармадыңыз. Сәлем берген адамға сәлем қайтармаған адам не болады? Ол надан болады. Ал сіз сәлем берді, сәлемге сіз алейк қайтарсаңыз, сіз өте дана, ақылды, парасатты, жақсы адам болады екенсіз иншалла. Али разиаллаху анху айтады, жамағат бір жерден өтіп бара жатқанда, араларынан біреу сәлем берсе, бірі сәлем бергендей болады. Барлығы сәлем бергендей болады. Міне біз көпшілік, азшылық. Немесе бір адам алдымыздан өтіп бара жатыр, бір көпшілік отырмыз. Сол кезде ассаламу алейкум десе, арамыздан біріміз ва алейкум ассалам десе, сол міндет уәжіп мойнымыздан түседі екен. Жоғарыда айтқанымыздай. Бұл Али разиаллаху анхудың сөзіне сүйеніп айтылып жатқан дәлеліміз. Ал сәлем беру мұсылманның ақысы дегеніміз, ол Ниса сүресінің 86 аяты, немесе имам Бұхаридан және имам Муслимден жеткен хадистерге сүйеніп айтылып жатқан сөзіміз жамағат. Демек, бір-бірімізге сәлем бергеніміз бұл иманға бастайды екен. Иманға біз жол ашсақ, иман жолынан жүрсек, бізге жәннат есігі ашылады екен иншалла. Кімде-кім осы жақсылықты қаласа, мүмкіндік барда оған амал жасап қалу керек. Ал енді оған мән берместен, көңіл аудармастан өтетін болса, ертең кеш болып қалады жамағат. Сол үшін Алла субхана тағала баршамызды пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның сүннеттеріне амал жасап өтуді жеңілетсін.